Сәлем достар, қалайсыздар? Сонымен бірден тақырыпқа көшейік. Достар, алдыңғы біз видеода инвестиция жайлы өткен болатынбыз, инвестиция жайлы түсіндірген болатынмын ол кезде, бірақ бір ғана сайт жайлы. Енді достар, ондай инвестиция жайлы сайттар тағы да көп, алдағы уақытта шығаратын боламын, күтіңіздер. Ал достар, енді біз өзіміздің бүгінгі тақырыбымызға көшейік. Бүгінгі тақырыбымыз не? Инвестиция емес, енді соған жақын интернетте ақша табу. Бұл да бірақ без вложений, яғни ақша салымсыз. Сізден ешқандай ақша салмайсыз, ешқандай өзіңіз былай табасыз. Яғни достар, ол қалай екен бәрін түсіндіретін болам. Бір подписчиктеріміздің сұранысы бойынша шығып жатыр бұл видео. Және алдағы уақытта да әлде шығады. Мен бүгін бір ғана сайт туралы айтатын боламын. Ендігіде алдағы уақытта көптеген сайтты бір видеоға үлестіруге, яғни орналастыруға тырысатын боламын. Достар, енді біз сайтқа өтетін болсақ, ол осылай көрінеді: webflix24.com. Көріңіздер, достар, айтып отырмын, алдыңғы видеоларда да айтатынмын, сенімді жерден кіріңіздер, яғни басқа біреудің ссылкасы немесе басқа жерден іздеп кірмеңіздер. Өйткені лохотрондар өте көп, алдайтын сайттар өте көп. Сондықтан да ұрынып қалмаңыздар достар. Бауырлар, менің ссылкам арқылы описание қалдырамын, сол жерден кіріңіздер, описаниядан. Және описанияда өте көп деген тағы да сайттар нелер болады, соларға да кіріп, тек қана регистрация жасасаңыздар болды. Әрмен қарай видео жасайтын боламын, сол арқылы түсінесіздер. Болмаса сол жерде өзі түсінікті негізінде түсінетін болсаңыздар. Және достар, webflix24 сайтының ерекшеліктері өте көп. Бұл жерде не арқылы ақша табамыз? Бұл жерде реклама деп отыр ғой, енді заработок на рекламе в 3 клика дейді. Достар, бұл жерде біз реклама жасамаймыз әрине, бірақ жасауға болады. Яғни блогерлер, рекламодательдер және инвесторлар және де партнерская программа. Осы 4 нәрсе арқылы ақша табады бұл жерде адамдар. Достар, бұл жерде оқысаңыздар болады, өте көп нелер бар. Яғни блогерлерге қатысты. Сіздер блогер болсаңыз, егер блогер, бұл жерде рекламодательдер сізге рекламасын береді, сіз реклама жасайсыз өзіңіздің инстаңызға немесе ютубыңызға, болмаса ВК-ңызға, және сол үшін ақша аласыз. Ондай да болады. Егер сіздің аккаунтыңыз болса мықты, TikTok болсын, ВК болсын, YouTube болсын, Instagramда болсын, 1000, 2000, 3000 подписчик, тағы қанша 10 000 подписчигіңіз болса, тіпті бұл жерде ақша табуға болады достар. Және тағы да көріңіздер, қарасаңыздар, барлығы бұл жерде толық айтылған. Және достар, бонус болып жатыр, скидкалар болып жатыр, бұның ішінде көмекке. Сол кездің орайына, сол кезге менде тілім байлатып қалды ғой. Сол сәтке орай менде видео шығарып жатырмын достар, сіздерге көмек болу үшін. Негізінде қараңыздар достар, бонус регистрация бұл үнемі бар нәрсе, яғни 5000 рубль достар. Яғни достар, бұл жерде компания ғой, бұл почти компания үлкен. Бұл жерде бонус регистрация жаңа айтқанымыздай 5000 рубль достар. Қазақша теңгеге аударатын болсақ 25 000 мен 30 000 арасында болады достар. Қараңыздар, 5000 рубль, яғни тек қана зарегистрироваться, яғни осы кнопканы бассаңыз болды, басқа ештеңе істемейсіз, регистрацияны жасайсыз. Және бонус за друга дейді. Яғни бұл кеше ғана шығып жатыр. Уақытша бұл негізі 100 рубль беретін еді, қазір 200 рубль, яғни 3 есеге дейін, почти 3 есеге дейін артылып жатыр. Сізге көмек бұл. Сондықтан пайдаланып алыңыздар достар. Бұл жерде не істейсіз? Қараңыздар, никнейміңізді, яғни логин, любой ат жазсаңыз, любой ойдан құрастырып, және пароль, яғни парольда жазасыз, қайталайсыз, регистрацияны басасыз, болды. Басқа ештеңе істемейсіз. Болмаса удобный способпен кіргіңіз келсе, Google деген тұр, міне Google тұр және ВКонтакте тұр. Осы екеуінің біреуімен кіруіңіз болады, ешқандай да бір несіз, айырмашылық жоқ. Қайсымен кірсеңіз де бәрібір де барлығымен қайсымен кірсеңіз де айырмашылық жоқ достар. Және достар, көрсетейін сіздерге. Қазір войти. Қазір осы немен кіре салайын. 1696, яғни капча шығады осындай. Уже мынау өзімен өзі ашылып кеткен, көрдіңіздер ме? 5000 рубль уже кетіп жатыр. Яғни күніне 30 рубльден сізге түсіп отырады. Қараңыздар, до оплаты 23 сағат, яғни 24 сағат 59 минут. Достар, көрдіңіздер ғой. Яғни сізде 24 сағат сайын сізге 30 рубльден түсіп отырады достар. Көрдіңіздер ғой. 24 сағат сайын 30 рубльден түсіп отырады. Және достар шақырсаңыздар 250 рубль осы 100 рубль деген тұр ғой, осы жерге барып түсетін болады. Қараңыздар, главный страницасын қараңыздар, басқа да пополнить баланс бар, тағы да басқа жерлер бар, история бар, компания, барлығын, вопрос-ответ, барлығын қарап шығыңыздар, барлығы қызық болады. Ал мынау сіздің реферальный ссылкаңыз, бұны копировать етіп, достарыңызға жіберсеңіз, сізге 250 рубль инвестиционный бонусқа барып түсетін болады достар. Көрдіңіздер ғой, бұл жерде
статистикалар бар көптеген. Және де достар қараңыздар, осы пакет міне. Бұл жаңа ғана аштым мен дәл осы тұрғанда. Енді мен өзімнің неме кірейін. Яғни өзімнің аккаунтыма кірейін достар. Сайтыма, өзімнің парақшама кірдім де, сайттағы. Қараңыздар, менде екі не бар, пакет бар. Бірінші 5000, негізі 5000 еді ғой, 5200 көтеріледі өзі уақытымен, уақыт өткен сайын. Ал мынау 500 еді, 521 болды. Екі нем бар, пакетім бар бұл жерде. Көрдіңіздер ме? Өзімдікі бұл жаңадан ашқаным. Яғни достар, бұл жерде сіздерге түсіндіріп айтайын. Жаңағы сіздің 30 рубліңіз бірден сіздің кошелегіңізге түспейді. Жаңағы сіздің күніне түсіп отыратыңыз накопительный счетқа түсіп отырады. Яғни бұл накопительный счет дегеніміз мынау. Бұны конвертировать бассаңыз, яғни жаңағы ақшаңызды аударатын болады сіздің неңізге, кошелегіңізге. Сол кезде сіз оны шығара аласыз. Яғни вывести средствоны басасыз міне. Үштер любой Payer кошелекке ма, Кивиге ма, Яндекске, Виза, Мастеркард, тағы не бар. Любой нәрсеге шығаруға болады. Және пополнить баланс. Пополнить баланста сондай любой нәрсеге шығаруыңызға болады достар. Любой нәрсемен толтыруыңызға, яғни счетыңызда. Және бір айта кететін жайт, яғни сіздің пакетіңіз бар ғой, пакеттер, осы пакеттер доплаты деп отыр ғой, доплаты 7 сағат, яғни 7 сағаттан кейін, 7 сағат 50 минуттан кейін, яғни тоқтап қалады да бұл. Сосын мына жерде открыть дегеннің орнына продлить деп тұрады. Және сол продлитті басуыңыз керек 7 сағаттан кейін. Күн сайын ғой, яғни 24 сағат өтеді, сізге ақшаңыз түседі. 30 рубль ма, жаңағы 40 рубльіңіз накопительный счетқа түседі. Енді сіз оны продлить етуіңіз керек, яғни ручной түрде. Ал енді оған ерінсеңіз, күнде істеп отыруға, пополнить счет деңіз, 50 рубль салыңыз, Payer'ден ба, Кивиден ба, Мастеркардтан ба, содан аударып пополнить счетты басыңыз, выбрать дейсіз ғой, ешқандай комиссия жоқ. Пополнить счетты басасыз, 50 рубль шығады, және приобрести пакет деген бар. Осын басасыз. Көрдіңіздер ме? Пакет деген не екенін түсіндірейін. Бірінші пакет, екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Бесінші бұл YouTube еді, YouTube істемейді әзіргі уақытша. Ал енді мынау Instagram, яғни жаңа осы жерден выбрать етесіз ғой, көрдіңіз бе? Бұған енді біздің ақшамыз жетпейді Instagram-тікіне. Сондықтан біз не істейміз? Әліміз келетін 600 рубль көп, 50 рубльді алсаңыз болды, жеткілікті. Яғни 50 рубльдікі аласыз, выбрать етесіз, значит өзіңіз толады ғой. Содан кейін значит укажите сумму, 50 рубль болсын, 100 рубль болсын, 100 рубль толтырасыз ба, толтырасыз. Осы жерде купитті басасыз. Сол кезде сіз не аласыз? Жаңағыдай 50 рубль алсаңыз, 1 рубль күніне сіздің мына счетыңызға түсіп отырады. Яғни оны шығара аласыз күніне, ешқандай да қиындықсыз. Ал енді бұл уақыт біткен кезде сізге 576 рубль түсетін болады достар. Көрдіңіздер ме? 50 рубль саласыз, 576 рубль шығарасыз, бірақ уақыт өткен кезде. Ал енді күніне 1,6 рубльден, яғни почти 2 рубльден түсіп отырады сізге. Және достар, айта кетейін, купитті басасыз, болды. Сол кезде, яғни значит купитті бассаңыз, менде ақша ғой қазір. Ал олар енді біздің пакеттерге кіретін болсақ, мына пакеттеріңіз сіздің автоматически өзі, жаңа 50 рубль салған адамдардың бәрі сондай, автоматически өзі продлить етіп отырады. Нені, контракты не дейтін еді? Осы нені продлить етіп отырады. Яғни сіз ручной түрде оған істемейсіз. Күніне келіп 24 сағат бір күн өткен сайын істеп отпайсыз. Қиналып 50 рубль салсаңыз болды. Проблема жоқ, шешілді. Және достар, тағы да қиыншылық нелер болса, сұрақтар болса, неге комментарияға жазыңыздар. Ешқандай да несіз жауап берем, қиындықсыз. Және историяға кірсек, қарастыр. Историяға кіретін болсақ, достар, мынау прибыл келіп отқан 02 дейді. Мынау 31 рубль. Кеше 28-інде ме? Бүгін бай 28-і. Кеше келген, бүгіндікі енді келеді. Мынау 3 рубль. Мынау 200 рубль, яғни досқа, яғни мен бір адам шақырғанмын, сол маған 250 рубль алып келіп отыр. Достар, көрдіңіздер ғой. Сондықтан адам шақырыңыздар, жаңағы инвестиционный нені 5000 рубльді былай шығарып алыңыздар. Достар, осы мен айтқан барлық нәрсені жасаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса айтыңыздар, қайттан басқаша түсінікті қылып түсіретін болам, болмаса жауап беретін болам. Достар, түсінікті болған шығар деп ойлаймын, бауырлар. Сонымен және де бұның ссылкасын описание қалдырам, достар. Басқа жерден кірмеңіздер, шынымен айтамын, өйткені алдап қаласыздар. Мен сіздерге айтқан жоқпын, алданып қалдым деп, сол сияқты алданып қаласыздар. Және ол жерде көптеген тағы да пайдалы ақпараттар бар. Және де Telegram каналды қалдырам. Сол Telegram каналға тіркеліңіздер, себебі ол жерде де барлық нелер, источниктер, яғни сайттардың несі, ссылкасын бәрі сол жерде. Сол жерден алып қарасаңыздар, барлығы жазылған, барлығы түсінікті қылып
түсіндірілген сол жерде де. Сондықтан достар, лайк басыңыздар, ұнаса подписка жасаңыздар және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, себебі видеода көре алмай қаласыздар уақытында. Достар, сіздердің поддержкаларыңызға мұқтажбын. Сондықтан да сіздерден енді күтемін поддержка. Ал мен сіздерге үнемі видео шығарып отыратын боламын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.